1977 онд Баян-Улсын аймгийн 1-р 10 жилийн дунд сургуулийг төгсөгчид өчигдөр буюу 2017 оны 7-р сарын 20-ны өдөр 40 жилийн дараа уулзалдаж байна. Тэд энэхүү түүхэн өдрийг угтаж сургуулийнхаа орчин Монгол улсын баатар Ихэн хөшөө түүний эргэн тойрны гэрэлтүүлэг чимэглэлийн асуудлыг шийдэж аймгийнхаа төвийн хөгжилд багчилсан өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж бэлэг барьсныг одоо та бүхэнд хүргье. 1977 жылғы Өлгий қаласындағы бірінші 10 жылдық мектебін бітірушілер 40 жылдан соң кеше, яғни 2017 жылы 20 шілде айында орталық алаңда кездесу ұйымдастырды. Олар мектептің алды Моңғол елінің батыры Кей атамыздың ескерткішімен оның маңайын жарықтандырып, безендіру ісін ойдағыдай атқарып, аймақ орталығының көркеюіне өз үлестерін қосты. Бұл игі іс-шара барысын назарларыңызға ұсынамыз. Ассалаумағалейкум, алыс жақыннан жиналған қадірменді достар. Біз 1977 жылы Өлгий қалалық бірінші 10 жылдық мектебін бітіргеннен бері 40 жыл өтіпті. Міне сол 40 жылдан кейін бір бас қосайық деп бүгін осы аймақ орталығында жиналып жатырмыз. Ең әуелі мынау шақыруымызды қабыл алып, алыс жақыннан ат шаршатып, ат өксітіп келіп жатқан барлықтарыңызға Алла разы болсын айтамыз. Бұл бас қосу, кезігу тек қана ойнап күлуде емес, ішіп жеуде емес, мәселе бір-бірімізбен танысу, өткенді еске алу. Сондай-ақ осы бас қосудан бір кездесуден бір белгі қалдыру болады. Сол шараның аясында бірнеше шаралар ұйымдастырып жатырмыз осы кездесу барысында. Соның бірі мынау бірінші 10 жылдық мектебінің алдына жарықтандыру салу болады. Бір жағынан мектепке, бір жағынан аймағымыздың өркеніне қосқан үлесіміз болсын деп, өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау 4 жарықты орнаттық шам. Және арасында бұған безендендіру жасадық. Ең әуелі осы арада бір атап кететін жайт, осы жарықты безендендіруді жасауға қаржылай үлес қосқан Қания, мен өзім, Құрметбек, Қайрол, осы азаматтар енді қаржысын көтерген. Осы азаматтарға тағы барлықтарыңыздың атынан алғыс айтайық. Және де осы жарықты күндіз түні орнатуға ерекше белсеніп атсалысқан, тер төккен, еңбек шығарған әнуарбекке тағы барлығымыз алғыс айтып қояйық деп отырмыз. Ал енді бүгінгі мынау жиынымыздың негізгі ашылуы деп көрейік. Жиынымыздың ашық екенін жариялаймыз. Барлықтарыңызға Алла разы болсын, отбасыларың аман болсын, әрқашан ден сау болып бала шағадарыңмен, үрің бұтақтарыңмен қызық, солардың қызығын көріп жүре беріңдер демекші. Ал енді кеш жақын қолдарыңызда барлық бағдарлама таратылған, сол бағдарлама бойынша жүріліп отырады. Кешкі отырыста кең көлемде айтылады, таныстырылады барлықтарымыз. Мұны тек қана бүгінгі мынау жарықтың жағылу рәсімі деп көріп отырмыз. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, 1977 жылы Тауысқандардың 40 жылдығына орай деген тақта орнаттық. Енді жоғарыда айттым, мынау аймағымыздың өркеніне, аймағымыздың Өлгий қаласының көркеюіне қосып жатқан үлесіміз деп көру керек. Ал енді бүгін осы рәсімге қатысқаны Өлгий сұмының қала көркейту орнынан Құрман Шәріпбастық келіп отыр. Саян телевизиясы мұнда қазір жұмыстап жатыр. Өлгий радиосы, Маржан тілші. Осы адамдар бар, осыдан кейін сұхбат берулеріңізге болады, ойларыңызбен бөлісуге болады, пікірлер алмасуға болады. Ал енді рахмет барлықтарыңызға назар қойғандарыңыз. Ал енді Өлгий сұмының қала көркейту орнының бастығы Құрман Шәріпбастыққа сөз берейік. Ал енді ағалар, апайлар, міне мектепте ауысқан 40 жылдық тойларыңызды тойлап аман есен қауышып жатсыздар. Бастарыңыз аман, 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдық, 80 жылдық деген сияқты тойларыңыз тойлап аман есен жүре беріңіздер. Балаларыңызбен, отбасыларыңызбен улап жулап жақсылықта болыңыздар, жақсы тойлаңыздар демекпен. Ал енді міне қала көркейтуге аз да болса үлестеріңізді қосып жатқан сіздерге рахметімізді айтамыз. Аманшылықта, жақсылықта болыңыздар, жақсы тойлаңыздар. Рахмет. Рахмет. Енді Қазақстаннан келген біздің достар атынан подаркасы бар екен. Мына бірінші 10 жылдық мектебінің әкімшілігінен келген кісілер болса, сол подарканы қабыл алыңыздар. Досымыз табыс етсін. Қаласына
өмірдегі қызықтың бірі ортамыздан екі бөлініп, жартымыз моңғолдық болып, жартымыз Қазақстан болғанда, екі бөлінген достарымыздың, қазақстандық достарының атынан мен сіздерге жалынды сәлем жолдаймын. Осыны ұйымдастырған жігіттер мен қыздарыма Алланың рахымы болсын. Қабылдап жатқан міне жерде 1-10 жылдық қала жаңағы безендіру ұйымының ілтипатына көп рахмет айтамыз. Сондықтан достар, барлықтарыңыз ол қыз демей, біздің қашанда өміріміз асығымыз алтысына түссін деп, және Қазақстандағы достардың атынан және бұның ең негізгі жаңағы Семей жолдасымызға көп рахмет айтайық, үлес қосқан. Қашанда алшымыз оңынан түсіп, осындай кездесулер бола берсін, аман болайық, ұл мен қыздар болып, аман есен жүре берейік. Ал енді 1-10 жылдықтың әкімшілінен болсын, бір адамге болсын қабылдаса, қандай жақсы еді. Бүйтіп амандасып жатырмыз. Бүгін өте бір қатты қуанышты күн болып жатыр. Енді 77 жылы, 40 жылдың алдында осы мына 1-10 жылдықты бәріміз шуылдасып, ойнап, күліп, әрқайсымыз осы мектепте білім алып, ұштық қой осы 1-10 жыл. Біздің ұямыз деген сөз, бір сөзбен айтқанда. Енді міне 40 жылдан кейін кездесіп жатырмыз. Бұл кездесуімізге қатты қуаныштамыз. Жыл шықпай 12 айдан бастап жиналамыз деген хабарды естіп, сағынышты осы күнді күттік. Бүгінде келіп қалған екенбіз. Ал енді мына 40 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Барлығымыз жақсы кездесіп, арамыздан енді 40 жыл деген аз жыл емес, бір ойлағанда. Бәріміз енді осы тойлап қайтатын болайық. Енді бұл 1-10 жылда бізге білім берген мұғалімдер көп. Сол мұғалімдердің ішінде өзіміздің класс жетекшіміз Ибраим мұғалім, сіздің орныңыз бөлек. Енді бүгін 40 жылдан кейін осы өзіңіздің класты бітірткен класстың оқушылары және басқадай класстың балаларыменен осы ортамызда отырғаныңызға қатты қуаныштамыз. Енді ары қарай да деніңіз сау, жасыңыз ұзақ боп, бала-шағаларыңыздың ортасында аман есен отыра беруіңізді тілейміз. Енді 10-шы А класс атынан сізге сияпаттарымызды көрсеткіміз келіп отыр. Ортаға шақырып алайық, апа екеулеріңізді. Ал енді мұғалімге міне қазақ шапан жабайды шешкеміз. Классымыз бойынша иығына жабайды. Иығына шапан жабуымыз керек. Иығына жабасыздан болады. Ал енді бізге көп білім беріп осындай деңгейге дәрежеге жеткізген осы біздің өзіміздің мұғалім, барлығымыздың мұғаліміміз. Әлі де жасай беріңіз мұғалім. Жасыңыз ұзақ болсын. Енді қазақта бөрік кигізу деген болады. Шапаныңызды жамылдыңыз, бөрігіңізді киіңізіп, мынау құндыз тымақ Қазақстаннан өзімізге арнайы алып келдік. Жарайды енді. Енді қосақтарыңызбен қоса ағарып, осындай жасқа келіп, ақсақалды, ата ақжаулықты ана болып отырғандарыңызға өте қуаныштымыз. Ары қарай да жасай беріңіздер, жап-жас екенсіздер. Қалай, қартаймаңыздар. Осы орамал тон болмай жол болады дейді. Тәтемізге осы жаулықты жабайық. Мұғалімге ат мінгізетін сондай рәсім бар. Ат мінгізген жөн көрдік. Ал бұл ат
1 сай төгіп беріп жатырмыз. Оны Алғадай өзі Клара екеуі спонсорлық енді. Демеушілік жасап жатыр. Ал Алғадай атыңды мінгіз. Ал енді құрметті шәкірттерім, құрметті балалар, сендердің бала күндегі бейнелерің ғана мына жадымда сақтаулы, себебі көзім кішкене нашарлаған. Мен осы 5 классқа да сабақ берген болуым керек. Аны біреу дөріп етқан семейлер тыныш отырмайтын алдында осындай адамдар болады. Ал енді мынаның ішінде ұшып қонып жүретұғын тәбет келе алмапты. Өткенге Алла иман берсін. Барлығын Алланың жазып қойған бір сызығы бар. Менің классымнан жуықта бек болады. Ана жылы Бақыт Қатирадар өтті. Осылар жөнінде мәліметім бар. Ал енді мына 40 жылда біріккен деген бұл дәл бірігу екен. Мен 10 класста осы мектептен тауысқалы 55 жыл болды. 55 сендер құсаған көп класс емес, 2 класс тауыстық. Осы 2 класстан 55 бала тауысқамыз. 55 баланың 11 қыз, 44-ті ұл болады ғой. 11 қыздың 3-еуі дүниеден өтті. Және 44 ұлдың 22-сі дүниеден өтті. Енді қалғаны 30-ы, енді мұңғылша айтқанда кемсали қалау, біреуінің кемпір ауру, біреуінің шала ауру, осыны ұйымдастырып жіберейді десе, осыны бас көтеріп шығатын көп ешкім жоқ. Жартысы Қазақстанда, жартысы осында. Осы мұңғылда бір 10 нешеуіміз ғана тірі жүріп жүрміз. Ал сендерді көріп, сендердің алдарыңда бүгінгі күн рәсіміне суретке түскеніме көптен көп рахмет. Балалар, сендер енді кеше бала болсаң, алдың, ата болдың, ене болдың. Осы біздің жолымызды беріп, менің де шағын балам болғанмен барлығы да аман есен немере шөберем Қазақстанмен осында өсіп өніп жатыр. Біздің жолымызды берсін. Кемпір екеміз бір бас қосып жаңағы семья болғалы 49 жыл болды. Енді барлығыңа осы ана Бибанның атасы Сапошка шалдың бақытын жаңа жасын берсін. Мына Клараның Алғадайдың атасы 102-де қазір. Осы өлгейдегі тірі отырған үлкен кісілердің біреу осылардың бақытын жасын берсін. 14-15 баласы дүз неше немере шөбересімен улап-шулап дүз жасын тойлады. Осы қысап сендердің де 80-90 жастарыңды тойлап жүре беріңдер. Шамадарың кеп жасса бірігіп жүріңдер. 45 жылдық деген бар, 50 жылдық деген бар. Осыған кедейін аман есен барлығыңның үйіш бала чағадарың аман, жолдаш жорадарың аман. Дендерің сау болсын, сендерден Алладан тілейтін тек қана осы амандық, дендеріңнің саулығы. Ал енді аман жүріңдер. Туған жеріме келгенде, алтын ұямды көргенде, бір ауыз лебіз айтайын, достарым сіздерді көргенде. Мына жақтан шамшырақ, әңгіге тұрсын жарқырап, гүлдене берсін өлгейім, гүлдене берсін атырап. Мен қеsin соң дадың додан, айым өдге әмген дөр аран жылен сұрғы дейік. Араудар әнген қауын әнгі, соң тәуін зоран соғыш түксін бән. Тер он сәгәс соғыш тәуін жылен күрсін бән, 4 жылы отыдара, 4 жылен күрсін бән. Сәнге бейді 4 жылен дара өнөдір оғызылт жағама. Мен соғын тәуін зорған өнөс, хүрін зорған
ертөнцийн мөнхөөс үзүүлсэн. За 60-аад хүн Казахстан улсад амьдардаг. За 50-аад хүн Монгол улсын өнцөг булан бүрт амьдарч ажиллаж байгаамаа. За бид энэхүү уулзалтаар хэд хэдэн төрлийн төлөвлөгөөтэй байгаа. Юуны өмнө сургуулийн иргэн тойрон, сургуулийн орчин, за тэгээд Монгол улсын баатар Кеван хөшөг гэрэлтүүлж, чимэглэж ингээд Өлгийн сумын хот тогтоолох газар хүлээлгэж өглөө. За энэхүү түүхэн өдрийг тусгал болгож нэгдүгээр нь, хоёрдугаарт нь Төрөлх аймгийн Өлгийн хотын хөгжил дэвшилд оруулж байгаа бидний хөв нэмэр гэж ойлгож байна. Төгссөн сургуульд маань оруулж байгаа хөв нэмэр гэж ойлгож болох юм аа. За ингээд бидний энэхүү эхэлсэн энэхүү сайн үеийг дараагийн төгсөгчөд үргэлжлүүлэх байх гэж найдаж байна. Ер нь хамгийн гол нь сургууль төгсөгчид уулзахдаа аймаг орон нутгата, сургуульда, төрсөн нутгата ямар нэгэн бүтээн байгуулалтын ажил хийж өөрсдөө хөв нэмэрд оруулж байвал сайн үе болно гэж бодож байна. За ингээд та бүхэнд сайхны хүсье, сайн үс бүхэн дэрэх болоо хэмээн. Экскаваторын хөшөөнд гэрэлтүүлсэн гэж нийт хэдэн төгрөгөөс асуусан. За энд 3 сая 500 мянган төгрөгийн санхүүжилт орж байгаа. 4 гэрэл ингээд өчтөө орой бидээс асааж үзсэн. Энэ Ахмадын урднаас эхлээд сургуулийн шинэ байр, хуучин корпус энэ хавийг бүгд энэ одоо гэрэлтүүлж байгаа. За энд хүүхдүүдийн тоглоомын талбай байгаа. Цагс тоглолт. Тэр хөдлөө гэрэлтэй харагдаж байна. За энэ зүгээр нэг 4 гэрэл биш. Гэрлүүдийн хоорондоо нөгөө 5 м тутам ингээд асаж өнгөө хуургаж яадаг 6 өнгөөр асдаг чимэглэл бас байна. Та бүхэн зав гаргууд орой ирж сонирхож үзээрэй. Энэ бүгдийг бас сонирхороо дараагийн аюунд үргэлжлэл олох их хэрэгтэй гэж. Listen.